Құмырсқа мыжлама, әлде сынама? Батыстың белгілі ғалымдарының бір тобы жиналып, қасиетті Құраннан қателік табуды ұйғарыпты. Нәтижесінде олар Нәмл сүресінің 18-ші аятына келіп тоқтайды. Онда былай деп жазылған: Сүлейменнің әскері құмырсқалар алқабына келгенде, құмырсқаның бірі: "О құмырсқалар, илеулеріңе кіріңдер, себебі Сүлеймен мен оның әскері сендерді сезінбестен жаншып сындырып өтіп кетіп жүрмесін" дейді. Мұнымен келіспеген ғалымдар құмырсқа еттен тұратын жәндік, яғни ол сынбайды, керісінше мыжылады. Бұл аяттағы сындыру сөзінің орнына мыжылу сөзі қолданылуы қажет деп түзету жасағысы келген. Олар құмырсқа шиша секілді сынбайтынын айтады. Арада 2 жыл өтпей австралиялық биолог ғалымдар құмырсқаның денесін экзоскелетон деген жұқа шыны секілді қорғаныш қабаты қоршап тұратын дәлелдеп шығады. Яғни құмырсқаны байқаусызда басып кетсе, ол мыжылмайды, сынады деген сөз. Шиша секілді сынады. Міне осылайша 14 ғасыр бұрын түскен Құранның ғылымнан жоғары тұратыны, ғылымнан хабар бергені тағы да айғақталды. Аятта айтылған мағынаға келер болсақ, құмырсқаның да өзіндік тілі бар екенін байқай аламыз. Бұл өз алдына жеке тақырып. Мұқағали Мақатаевша айтсақ, дін ғылымның анасы, дін ғылымның әкесі, ғылым діннің баласы, дін ғылымның көкесі.